8-ші беттегі екінші есептің асы. Ағайынды екі балаға осы 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Оларға әрқайсысына қаншадан тиеді, яғни қаншасы келеді және қаншасы артық қалады. Қалдығы қанша? 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөлу керек. Және әрқайсысына қаншасы тиеді, қаншасынан келеді және қаншасы нешеуі артық қалады. Ол үшін әрқайсысына 4 балаға бір-бірден қойып шығамыз жаңғақтарды. Сол кезде артығы шығады. Яғни 4 ағайынды балаға 2-2 жаңғақтан келіп тұр. 9-ші беттегі 4-тің А есебі, шарты. Алдымен өзімізді кәдесыйлар дүкенінің сатушысымын деп көз алдымызға елестетеміз. Сонда кәдесыйлар дүкенінде түйе бейнесіндегі ойыншық 4-еу, киіз үй бейнесіндегі ойыншық кәдесыйы 5-еу. Енді саяхатшылар осыны сатып алды. Егер дүкенде саяхатшылар 30 болса, 30-ы келсе, онда сен қанша кәдесый саттың? Енді шартында егер кәдесый түйе 4-еу және киіз үйден 5-еуін саяхатшылар сатып алса, демек бұл жерде түйе мен киіз үй ойыншықтарын біріктіріп, оларды қосу керекпіз. Ал егер 30 саяхатшы келетін болса, қанша кәдесый саттың десе, демек біз одан да көбірек кәдесый сатқан боламыз. Яғни 2 амал қолданамыз, өздерің шығарып көріңдер балалар.